Сәлем достар, қалайсыздар? Қайырлы таң. Бүгін менде тағы да бір күндік влог. Сонымен осылай тұрып алып, ең алдымен көрпе төсектерді жинап шығамын асықпай. Жатқан орнымызды, көрпе төсектерімізді жинап болғаннан кейін бет қолымды жуамын. Мерекейдің умывашкасы және де маскасы. Осылармен қолданып жүрмін. Бетіме осылар жағады. Басқа нәрсені жағсам, уже угрей сондайлар шығып кетеді. Бетіме осылай полный жағып аламын. Мына жерде қызым менен жаман қорқып отыр ғой маскамнан. Осылай максимально 20 минут ұстап болғаннан кейін сразу жуып тастау керек. Бетім әдемі, жылты, тегіс болып қалады. Таңғы асын, уақыты таңғы асымызды улап, шулап, тұр, отыр, су бер, су әкел деп ішіп аламыз. Мына жерде балам және де кіші қызым терезеге қарай мінет, түсет, штатив болса да болмаса да сондай. Күнде солай ішеміз, шашып, төгіп, оны алып қоясын қайттан шашат. Сонымен осы улап, шулап шайымызды ішіп аламыз. Дастарханға береке берсін. Қолыңда. Дастарханға береке берсін. Бастарына мереке берсін. Астарына адалдық берсін. Бастарына амандық берсін. Дендеріне. Осылай балама батаны бергізіп алып, сөйтіп қызымның қол бетін жуып, бет аузын бәрі тоқым, құмшекер болып кеткен. Сонымен үстінде киімін шешіп тастап, бесікке салып, орап ұйықтап тастадым. Бұл қыз ұйықтап тұрамын дегенше ішкен жерімізді тазалап тастайын деді. Сонымен осы кухняның өзін жинаудың өзіне, жуып тазалаудың өзіне жарты сағат, бір сағаттай уақытын кетеді. Оға дейін қызың да тұрып алады. Сонымен бүкіл уақытың осылай өтеді. Кешкеге дейінгі уақытың осылай ғой. Сәл ұйықтап қалса, қой бір нәрсе істей салайын, сәл ұйықтап қалса, қой бір нәрсе істей салайын деп жүресің. Кухнямның барлығын жуып тазалап, пылесостап қойдым. Содан қалаға тірліктерім бар етін, жаңағы өзімнің мамамның поликлиникасына баруым керек болды. Соған ерте кеш қалмай шығайын дедім. Бір-екі нәрсем бар еді, соны жағып, мен деген тек қана тушпен жаңағы не жағатын едім. Бұл жолы нормальный боянайыншы деген ғой, жаңағы жақсылап бетімді тазалап тұрып, сүртіп алып, одан кейін базамды жағып, ол құрғаймын дегенше де бір 3-4 минуттың кетеді екен. Сонымен жақсылап құрғасын деп кішкене күтіп отырдым, қызымды тербетіп.
Одан кейін жанағы хит болып жатқан тоналканы жақтым. 3 в 1 дей ма, сондай бір нәрсесі бар екен ғой, өзінің контуринг бір бәлесі бар екен ғой. Соны жағып алдым. Полный жана мойныма дейін барлық жеріме жақтым негізі. Былай жақсы тоналка екен, өзіме қатты ұнады, себебі су тисе неғса ағып кетпейді. Бұл тоналканы да біразын саттым мен. Подводкамды, тушімді жағып алдым. Сонымен ерніме карандаш, кішкене ернім цветі көрінсін деп. Мына жерде мен контуринг дей ма, бір нәрсені жағып алдым, әйтеуір. Бұны қалай жағады білмеймін, бір бәле жағып алдым. Мен шығайын деген кезде жаңбыр жауып кетеді ғой, сонымен зонтигімді арқалап кеттім менде. 3 пен 4-тегі Семиташка деген поликлиникамыз бар, сол жерге келдім. Бұл жерде тірлігім бір күнде бітті, бір күнде бітсе екен деп ниеттеніп келіп едім, жоқ, бір күнде бітті. Үйге келе сала осылай пиццанан жасап тастадым. 3 штук шықты. Пиццанан өте дәмді әрі тез болды. Содан кейін жігітім клубника алып келіпті. Ол клубниканы бір-бірден жегіздім да, ой қалғанына клубника в шоколаде жасап істейік деп, осылай клубника в шоколаде жасадым. Әдемі болып шықты. Ал сіздерге осы видео ұнап жатса, міндетті түрде подписаться етіп, лайк басып және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Осылай кешкі асымызды бәріміз отырып ішіп алдық. Сау болыңыздар.